Таразда 20 жыл бұрын ел қоныстанған тұрғын үй алабына әлі күнге асфальт салынбаған. Әкімдік былтыр қаржы бөлінді, бүкіл көшені жөндейміз деп уәде берген көрінеді. Бірақ бұл уәде 25 жолдың тек біреуіне тас жол төсеумен тыныпты. Қалғанның топырағы шығып, шаң болған күйде жатыр. Мәселе қашан шешіледі? Аймақтағы әріптесім Нұрғиса Қаржаубай тарқатсын. Барысқан алқабындағы ағайын жаз болса шаң басып, күз бен қыста батпаққа малынып жүруге мәжбүр. Себебі 900 түтіні бар шағын ауданның көшелері ширек ғасырға жуық жөнделмеген. Осы уақыт ішінде мәселе талай көтерілгенімен, біраз әкім ауысып, шешімі күрмелген күйі қала беріпті. Балаларымыз школға баратын батпақ, жүре алмаймыз. Масқара жаңбыр жауса бітті, батпақтан жүре алмаймыз. Пакет киіп жүреді арасында балалар. Қай оқу үшін жылына 2-3 аяқ киім киеді. Ауыстырамыз. Қонаққа шақырамыз әкім мырзаны. Келіп көрсін, бізге келсін, өз көзімен келіп көрсін. Сан жыл жол сұраған жұртқа былтыр қала билігі келіп сүйінші сұраған. Тұрғындардың сөзінше республикалық бюджеттен жолға қажетті қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары да басталған екен. Бірақ бір жолда асфальттап болған соң жауаптылар жол жөндеу жұмыстарын саптайыпты. Болды 1 миллиард 600 мың ақша бөлінді, бітті. Переходящий бұл объект биыл екеуін істейміз, келесі жыл қалғанын істейміз деді. Соның кейін бітіреміз сіздер 2024 жыл толық бітеміз деген. Міне ендігі кешегіде келіп, енді біресе 3 көше дейді, біресе 4 көше дейді. Нақты сұрақ. Республикадан бізге ақша бөлінді ғой былтыр. Сол ақша қайда? Әкімді күте-күте күпті болдық деген тұрғындар қала басшылығын өздері іздеп келді. Жобаның жасалғаны рас, бірақ қаржы жоспар бойынша бөлінбеді деп ақталды шаһар әкімі. Дегенмен жол салуға республикадан 1,4 миллиард теңге қаралған. Бүгінде оның бір бөлігі ғана берілген екен. 24 жылға жоспарлы түрде республикалық бюджеттік комиссияның шешімімен биылға 767 миллион теңге қаражат қарастырылған. Бірақ ол қаражат мынау қаржыландыру жоспарына сәйкес маусым айына қойылған. Қаражат кеше келді. Қаражат кеше келіп, мердігер 1-2 күн болды жұмысын бастады. Қала әкімі мердігерге қаржының 30%-ын аударып берген. Енді құрылыс компаниясы қазан айының 1-іне дейін үлкен 8 көшеге жол салуы тиіс. Ал қалған жолдар келесі жылдың еншісіне қалып отыр. Нұрғиса Қаржаубай, Мержан Бейсебай, Алматы телеарнасы, Тараз.